салқан ертегінің үстіндегі кикпелерді тігейіксі. Жарайды. Ол қандай ертегі? Міне. Ал онда мен бастадым, шалқан тігуді. Сен дұрыстап бастыр. Сосын соны қи, жарай ма? Сақына бар ғой? Соған құрып екеуміз түсіндіріп көрейік, ертегін ойнап көрейік. Жарай ма? Сен ертегіні білесің ғой. Сол бойынша екеуміз сосын сол ертегіні сомдаймыз. Әкел, көмектесейін. Қолын бере алман. Ал келді. Бастайық ғой. Қалай басталады? Бірінші салқыннан басталады. Содан кейін Атасы не істеуге келеді? салқан тұруға келеді. Сосын үлкен салқан тағады. Сосын кемпірін жаумағаннан кейін кемпірін шақырады. Атаға кемпірі көмектеседі. Атаға көмектес. Көмектес атаға. Сосын Қызы келеді. көмекке қызы келеді. Қызы тартысады. Жыла алмайды. Одан кейін кім келеді көмекке? Иті келеді. Ол да жылыса алмайды. Одан кейін көмекке кім келеді бізде? Мен тағы кейіп көрсетейін. Кім шақырамыз көмекке? Мысықты шақырамыз. Мысық та көмектеседі. Тартылды ма? Жоқ. Жұлынды ма? Жоқ. Жұлынған жоқ. Енді көмекке кім шақырамыз? Тышқанды шақырамыз. Тышқан келеді көмекке. Ол мысықтан ұстайды. Ой. Алынбады ма екен? Тышқан келгеннен кейін бәрі жұлып алады. Ертегінің сонда мақсаты не екен? Бәрі бірігу. Бір-біріне көмектесу. Сізге рахмет. Көмек керек уақытта сұрап тұр, жарай ма? Мен саған әрқашан дайынмын. Келесі ертегіде жүздескенше. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.